Сәлем достар, сіздер Циклоп арнасындасыздар. Бүгін мен сіздерге мониторды қалай таңдау керектігін айтамын. Монитор сатып алатын адамдарды мен 3 топқа бөлдім. Бірінші офис және сабақ оқитындар, екінші ойын ойнауға арналған, үшінші профессионалда жұмыс істейтін адамдар. Қазір мониторда қандай характеристикалар болатынын айтамын. Соған байланысты өзіңіз таңдайтын боласыз. Ең маңыздылардың бірі ол көлемі. Көлемін диагоналмен өлшейді. Диагонал қиғаш сызық, ал диагоналын дюйммен өлшеу керек. 1 дюйм 2,5 см. Одан кейінгісі монитордың разрешениесі. Ол мониторда қанша пиксель бар екен көрсетеді. Ең танымалдары HD, Full HD, 4K. Монитордың частотасы. Монитордың частотасы тек кейбір спортсмендерге ғана маңызды, ал басқалары ең азын ала берсе де болады. Матрица. Матрицаның ең танымал 3 түрі бар: TN, IPS, VA. TN ең арзаны, IPS жарық түстері қанық болып көрінеді, ал VA қара түс қара болады. Время отклика. Қаншалықты аз болса, соншалықты жақсы. Қазіргі мониторларда 5-тен аз болу керек. Покрытие. Покрытие матовый және глянцевый болып екіге бөлінеді. Глянцевыйда түстер анық болып көрінеді, ал матовыйда ондай емес. Бірақ бөлмеңізде қандай да бір жарық түсіп тұратын болса, мысалы терезе, глянцевый оны отражать етеді, ал оны шағылыстырады, және шағылысы картина дұрыс көрінбейтін болады, ал матовый солай шағылыстырмаған үшін жақсы. Разъемдар. Олардың 3 түрі бар: VGA, HDMI, DVI. VGA бұрынғы заманда шыққан, қазірде қолданылады, бірақ видео карталарда жоқ. HDMI қазірде қолданылады. Оның VGA-дан айырмашылығы дауысты да видеоны да бірге өткізеді. DVI-дің көптеген түрі бар, бір-бірімен сәйкес келмесе переходник сатып аласыз. Егер сіздің мониторыңыз бен компьютеріңіз бір-біріне сәйкес келмесе, қорықпаңыз, переходник сатып алуға болады. Офисқа ең арзан мониторды ала салыңыз. Одан артықтың керек жоқ. Енді қалауынша HDMI-да VGA-да болу керек. Игровой монитор. Игровой монитордың диагоналы 23 дюйм мен 27 дюймнің арасында болу керек, және 5 миллисекундтан аз болу керек время откликасы. Ал разрешение Full HD мен 4K-ның арасында болу керек. Және міндетті түрде HDMI болу керек. Ал қандай матрица таңдайтыныңызды өзіңіз шешесіз. Менің айтқым келгеннің бәрі осы. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар. Давай.